Саламатсыздарбы окуучулар? Саламатсыздар. Жакшы балдар, бүгүнкү сабакты тамаша көңүл күйүнөн баштоо үчүн өлеңибизди айта коелук. Кантип? Bir Allah'a sığınıp, kел балдар окулуп, оту санды гүлүмге, ықылас кел токулуп, оту санды балалар, шаннан шаған шағылып, тірелгеннің алдынан іздене табылып. Отыра коюңдар тамаша. Жакшы балдар, қазір мен сендердің алдыңғы білімдеріңді тексеріп беріппін. Яғни біз осы уақытқа дейін қазақ тілінен көптеген ережелерін жаздық, иә? Сол ережелерді кім қаншалықты біледі екен, соны тексеріп беріппін. Мен қазір кез келген оқушыға доп-лақтырып сұрақ қоямын. Сол оқушы маған жауап беруі керек. Жақсы, мұқият қараймыз, дайын болып отырамыз допты қабылға. Бастайық. Манас сұрақ қойып. Манас қазақ тілінде қанша әріп, қанша дыбыс бар? 47 әріп, 37 дыбыс. Өте жақсы, тамаша. Келесі. Тамаша, өте жақсы жауап берді. Келесі. Абай қаға қой. Апай, сені жұқалды. Абай қаға қой. Абай хан, дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Қандай? Өте жақсы, тамаша. Қаға қой. Келесі. Айзере, Айжұлдыз хан. Жақсы. Қыстай алмай қалды, иә? Жақсы, Айжұлдыз. Саған сұрақ қояйын. Дауыссыз дыбыстар қаншаға бөлінеді? Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Қандай? Қатар, ұят, үнді. Өте жақсы бере қой. Тамаша. Келесі. Самғат, тасымал дегеніміз не? Тасымал дегеніміз бір үзумен жолға Сөз. бір жолға симай қалсай, тасымалдап келесі жолға жазу. Буынға бөлу арқылы келесі жолдан жазудыңыз. Тасымал. Ала қой. Келесі. Аяқ. Буын дегеніміз не ой? Буын дегеніміз көмектесуге болады. Апай. Сәбила айта қойшы. Буын дегеніміз бір сөзді буынға бөлу мақсатында. Апай. Айжұлдыз. Сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Өте жақсы. Аяқ жүре өзіне. Аяқ шынау ережені қайралаймыз, иә? Келесі. Түбір сөз дегеніміз не? Инағат? Айта ғой, Инағат. Түбір сөз дегеніміз не? Көмек көрсетуге болады. Ержан айта қойшы. Бір сөздің бірі Жоқ. Қалай айтамыз балалар? Түбір сөз дегеніміз не? Жақында өтіп қой балалар? Жоқ. Түбір сөз дегеніміз не? Сөздің одан әрі бөлінбейтін. Тамаша, сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігі не деп айтамыз? Сөз деп айтамыз. Түбірге жалғанатын нәрсе бізде не деп аталады? Қосымша нешеге бөлінеді балалар? Екіге. Қандай? Тамаша, жұрнақ және жалғау болып бізде қосымша екіге бөлінеді. Жарайсыңдар балалар, өткен тақырыптарды бір қайталадық. Кейбір оқушыларға ережелер қайталау керек екен, иә? Кейбір оқушылар біліп отыр екен. Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, тақтаға қарай қойыңдаршы. Қазір біз адасқан әріптер ойынын ойнайтын боламыз. Тақтаға қарайтын болсақ, әріптер адасып кеткен, бірақ осы адасқан әріптердің ішінде бір сөздер бар. Қойайықшы. Жұрнақ, жұрнақ, тамаша, балалар, сонда қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі тақырыбымыз қалай? Жұрнақ пен жалғау. Балалар, бүгінгі сабақта біз түбір мен қосымшаны ажыратуға үйренеміз. Тірек сөздерді пайдалана отырып әңгіме құруға үйренеміз. Және
Tırnakpен жалғауды ажыратып үйренеміз. Қазір дәптерімізді ашып, үй тапсырмасын бетке тастап, бүгінгі тақырыпты таныстырайық. Әдемі, күндеу, таза жазамыз. Жақсы балалар, ендеше бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Балалар, сендердің орындықтарының артына байқасаңдар, әр түсті стикерлер жасайтын. Bir оқушыларға ашық түсті стикер, кейбір оқушыларға жасыл түсті стикер, кейбір оқушыларға сары, ал кейбір оқушыларға қызыл сары түсті стикерлер жасайтын. Осы стикерлердің түсімен біз қазір топқа бөлінетін боламыз. Жұрнақ тобына сары түсті стикер бар оқушыларға, жұрнақ тобына қосымша тобына жасыл түсті стикерлер бар оқушылар келеді, жалғау тобына сары түсті стикерлер бар оқушылар келеді. Ал ашық қызыл түске кімде ашық қызыл стикерлер жасырған, солар төбе тобына келеді. Ал қанекей ойданда стикерлерге қарайдар, ойыстардың артындағы стикерлерді қолдарына алыңдар, сол стикердің түсі бойынша ауса қойыңдар. Тез. Сенде қандай түсі? Сен жұрнақ тобына барасың. Сенде бір соғыс тобына келеміз. Жақсы балалар, оқулығымызды аша қояйық. Біздің оқулығымызда 33-ші ретте 81-ші жаттығу берілген. Маған берілген кім оқысы кетті? Аялым оқымыз жақсы. Тақырыбында қарап нұсқаулығын мазмұнда бұл және түсініп оқы. Тақырыбына қарап нұсқаулық мазмұнын болжар және түсініп оқы. Жақсы, қанекей оқыш Үйде таза ауа көткізін, күннің сәулесі шуағы түсіп сау болу үшін таза ауа күннің шуағы өте керек екенін ұмытпа. Келесі екі фото қойш. Екінші қарап отырамыз, балалар қайда келіп жатқанын. Болмағанда мойныңды көкірегіңді арқаңды күнде салқын сумен жуып тұр. Келесі Ержан. Жылы yüzüne soğuk böyle soğuk. Келесі Манас. Өзіңді тамағыңды таза ұста, ішкен жеген сайын ертеңді кеш. Аузыңды тазалап, шай аузыңды таза ұстасаң, тіс ауруларының көбінен құтыласың. Келесі Айсұлтан. Таза ауада сыртта көзіле болады. Келесі Гүлнар. Өте жылы киімге басыңа кимелдеу нәрсе ки. Келесі Забила. Өте жылы киім Жоқ. Екінші ереже. денеңді тар киіммен бензинмен түрлі баумен байлап
Dұрыс айтасың, өте жақсы. Тер қысқартып алып қалуыңыз мүмкін. Және адам яғынан қалып келсе, соғынан тез шаршайды, иә? Келесі, денеңді тар киіммен қыспа. Иә, неліктен денеңді тар киіммен қыспайды? Егер біз тар киім киіп жүре берсек, не болуы мүмкін? Денеміз өте ме ондай жағдайда? Жоқ. Иә, қысылып қалады организміміз, иә? Келесі, тағы не дейді? Аяқ киімді және биік болсын дей ма? Қалай болсын дейді? Иә, қысқа өкшелі аяқ киім. Өте ұзын тақалы, өте биік өкшелі аяқ киімдер киюге болмайды, өйткені ол аяқ қоқысына зиян деп дұрыс айтасыздар. Келесі киімін әсіресе суланса не істе дейді? Иә, бірден құрғат, кептір дейді. Иә, содан кейін киіміз өте жақсы. Жақсы балалар, біз осы нұсқаулықта айтылған нәрселерді орындаймыз ба балалар күнделікті өмірде? Иә, орындаймыз, сақтаймыз. Бұл біздің деніміздің сау болуына қажет екені. Жақсы, келесі балалар, 84-ші қол қарай қойып, өлеңді көшіріп жаз, қарамай берген сөздерді сөз құрамына қалдар. Өлеңді кім оқығысы келсін? Аялап, ең жақсылап жасай беру бара арман. Балалар, не істейміз? Көшіріп. Өлеңді қатесіз, әдемі көшіріп жазамыз. Содан кейін Қарамен берген сөздерді сөз құрамына талдаймыз. иә, өте жақсы орындаймыз. Өлеңді көшіріп жазамыз, қарамен берген сөздерді сөз құрамына талдаймыз. Көшіріп жазамызды. Әдемі көлдеу жазамыз. Әріптеріміз көлдеу болсын. Жақсы инабат, тақтаға келе ғой. Осы өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді теріп жазып, сөз құрамына салайық. Бізде балалар қандай сөздер қарамен жазылған? Болған оқушылар тақтамен тексереміз. Қазір бізде инабат сөз құрамына талдайды. Қалған оқушылар өзінің талдаған жұмысын осы инабаттың жұмысымен қарайсыңдар, тексересіңдер. Жақсы. Ізгіліктен түбірі қайсысы? Ізгіліктен балалар түбірі қайсысы болады? Ізгі түбірі ізгі. Қасиет, иә? Ізгі адам дейді. Ізгілік жұрнақ болады, иә? Тен жауап, иә? Келесі жүрегімнен түбірі Дұрыс. Мен жүрегімнен мағынасын өзгертті ма? Мағынасын өзгерді ма? Өзгерген жоқ. Онда ол бізде не болады? Жалғау. Адамдарды түбірі дар
Бірнеше мағына сөз келмесе не болады? Жалғау болады. Келесі д. Р-мен бірге аласың ғой, адам. Дар. Алған қазір мен сіздерге тапсырмалар тарататын боламын. Бұл бізде топтық жұмыс. Яғни бірлесе отырып орындайтын боламыз. Ержан аяғы жұрнақ тобы қай сөздерге жұрнақтан жалғанған, сол сөздерді тауып, астын сызасыңдар. Тек қана жұрнақ жалғанған сөздердің астын сызасыңдар. Жұрнақ бізде сөздің мағынасын не істейді? Өзгертпейді, айтыңыз. Ау? Өзгертпейді ме балалар жұрнақ? Өзгертпейді. Жұрнақ өзгертеді. Яғни сөздің мағынасын өзгертіп тұрған жұрнақ жалғанған сөздерді анықтайсыздар. Ал түбір тобы сендер тек қана түбір сөздердің астын сызасыңдар. Яғни ешқандай жалғау жалғанбаған түбір сөздің астын сызасыңдар. Жақсы балалар, уақыт аяқталды. Бізде ең бірінші болған топ қай топ? Жұрнақ тобы, иә? Жұрнақ тобына шере қойып, бір оқушы шыға қойып. Айтыңыз бізде не істеу керек еді? Жұрнақ жалғанған сөздерді қабылымыз керек. Ал қолды қойып, қай сөздерге иә, байлық сөзі балалар жұрнақ жалғанған ба? Иә, өте жақсы қимақ дұрыс ұстаусын келесі. Балалар жақсы жұрнақ тобы кейбір жерлерде қателескен екен, бірақ жұрнақ жалғанған сөздерді тауыпты, иә? Жақсы жұрнақ тобыны бірістікке беріп. Келесі. Аяқ шыға қой. Бұл бізде қосымша тобынан, иә? Қосымша қалған барлық сөздерді оқиды жазыңыз. Білімді және ақылды дұрыс келесі. Апай. Мынаған шыға осындай ғой. Бұл қандай топ бізде? Қандай топ? Түбір сөздер. Даусын қамшаш. Қай сөздер түбірсің? Спорт пен деп тұр балалар. Спорт пен түбір сөз бар. Спорт пен деп жалғау жалған түбір сөз бар бұл? Жоқ. Біз тек қана түбір сөз табу керекпіз. Қай сөздер тек қана түбір? Балалар бәрі қолдарындағы мәтінге қарай қойыңдаршы. Тек қана түбір сөздерді анықтайықшы қайда. Бірінші денсаулық, мол байлық. Денсаулық. Түбір жоқ. Қандай сөз бұл? Түбір сөз. Түбірі жоқ сөз болмайды санап. Бұл түбір
Tömürsiz ешқандай жалғау, жалғанбаған, қосымша жалғанбаған. Келесі мол. Tömürsiz байлық. Tömür емес дұрыс денег. Tömür емес сау. Tömür емес tömür сау деген сөз. Tömür болу. Tömür емес үшін. Tömür жеміс. Tömür жидектерді. Tömür емес көп. Tömür емес кітап. Оқы. Tömür білімді. Әрі. Ақылды. Tömür емес бол. Tömür жақсы инновацияларынан бізде tömür тобына жақсы істер берілмейді. Өйткені қателескен келесі топ сендер шыққылдар ғой. Келесі бізде қандай топ қой? Қандай ғой жоқ. Жалғаудан табанған сөздер оқиды, сұя қарап тұрайық. Бір соқ батырма, немесе тыныштау. Бір соқ батырма, немесе соқ батырма. Спортпен дұрыс. Жидектерді дұрыс. Жоқ, бұл бізде жұрнақ жалғанған. Бұл да бізде жұрнақ жалғанған сөз. Кейбір жерлерінде жалғау жалғанған сөздер қалыптылған екен, бірақ бірнеше жалғау жалғанған сөздер дұрыс тапқан жақсы сөздер бар. Отырақ енді болады. Жақсы балалар, біз қазір балықшы ойынын ойнайтын боламыз. Мұқият қараймыз. Тақтада бізге әртүрлі шелектер берілген. Біз сол шелектерге, осы шелектерге тиесілі балықтарды салуымыз қажет. Біздер қандай шелектер берілген? Оқи қойыңдаршы. Мен қазір тақтаға бір-бірден оқушылар шығарамын. Сол балықта жазылған сөзді оқы. Ол қай шелекке жататынын анықтайды. Жақсы. Есіп шыға қойшы. Мына жерден бір балыққа да қой, Есіп. Кез келген бір балықта ал. Оқи қой. Не деп жазылған бұл балықта? Өнер. Есіп, өнер деген сөз. Түбір сөз бар. Жаңа жалғанған сөз бар. Жалғау жалғанған сөз бар. Өнер дегеннің түбірін тапшы. Әлде бұл өзі түбір сөз бе? Юсуф, ойлан. Өнер. Дұрыс айтасың, даусыңды қатты шығара қой. Бұл бізде қандай сөз? Түбір сөз. Ендеше біз оны қай жерге жапсырамыз? Түбір деген ше.
Енді қазір қарай қойыңдаршы, мына жерде бізде бірінші орын алған, екінші орын алған және үшінші орын алған спортшылар тұр. Спортшылардың денсаулығы қандай болады? Мықты болады. Өйткені олар салауатты өмір салтын сақтайды. Үнемі денесін шынықтырады, таза жүреді, зиянды тамақтарды жемейді, зиянды әдеттермен айналыспайды. Сол себепті олардың денсаулығы мықты болады. Енді балалар, бүгінгі сабақта біз жұрнақ пен жалғау тақырыбын түсінген болсақ, қолдарындағы стикерлерге түсіндім немесе түсінбедім деп кері байланыс